қоштасқым келмейді. Бүгінгі күн мен үшін тағы да ауыр күн. Құдай, менің осы ауыр күнім қашан бітеді екен, деп көзін ашып күрсіне тұрды Данияр орнынан. Қасында отырған анасы Райхан апа орамалының ұшымен көзінің жасын бір сүртіп қойып, айналайын, әлі-ақ жазылып кетесің. Мұның бәрі ертең жазылған уақыт па? Ештеңе болмағандай, түс көргендей өтіп кетеді жаным. Дей берген кезде Данияр жас балаша мәз болып, қане апа, сіз айтқандай жазылып кетсем, деп қуана күрсініп, біраз үнсізденді. Даниярдың төсекте жатқанына міне 2,5 жылдай шамасы болып қалыпты. Тағдырдың тәлкегімен 24 жасында бір үлкен қайғыға ұшырады. Жанұямды бағамын деп жалғыз өзі жан әбігерде жүрген кезде дұшпандары бір күні түнде көре алмай, төбелеп ұрып айдалаға алып барып, бір шұңқырдың ішіне тастап кетеді. Кенеттен анасы Райхан апа баласы Даниярды бір жұмыспен бөлмесіне іздеп барса, баласы орнында жоқ болады. Көзі шарасынан шығып, жан иманы қалмай, сәл тұрып қалды да, артынан өзін басып, сыртқа кеткен шығар бір жұмыспен, деп орнына қайта барып жатады. Түннің бір уақыты қайда кетті екен деп ойланып жатып, көзі ілініп кетеді. Таңертең ойында еш нәрсе жоқ анасы таңертеңгілік аста бастарын қосқан кезде іштерінде үлкен ұлы Данияр жоқ болады. Райхан апа дереу бөлмесіне көз тастап тұрып, түнде жайында болмағанын есіне алып, бөлмесіне қарай бет алады. Барса әлі жоқ. Қорққанынан айғайлап жібереді. Қайда кетуі мүмкін? Маған еш нәрсе деген жоқ сияқты еді ғой, деп ішінен ойлап сыртқа қарай бет алады. Дала жым-жырт, еш нәрсе сезілмейді. Сөйтіп жан-жағына көз тастап тұрған кезде қасына кіші ұлы Айдос пен егіз қыздары Айман Шолпанда келіп қалды. Сол арада қыздары мен баласын көршілеріне әрқайсысын әр жаққа жүгіртіп жібереді. Ешқайсысы да біле алмай, өздерімен бірге көршілерін, бүкіл ауылын шуылдатып, барлығы жабылып, Даниярды іздей бастады. Сол іздегеннен күні-түні іздеп, еш таба алмайды. Сөйтіп жүргенде 3 күн өтіп кетеді. Райхан апа бала шағасымен, көршілерімен Даниярдың уайымында отырған кезде кенеттен түс ауған уақыты болатын. Бір орта жасар 40-45 шамасындағы үлкен денелі келген жігіт Даниярды 2 аяғын салбыратып, көтеріп келе жатты. Оған көзі түскен Райхан апаның жүрегі жарылып, қуанып, қасындағы адамдармен ұлының алдынан жүгіріп шығады. Түрінен түр қалмаған Данияр бет-аузы көгеріп, сөйлей алмай, анасын көрген кезде қайта әлсіздене көзін жұмады. Үйіне кіргізіп, жабылып төсегіне жатқызып, аудан орталығынан дәрігер шақыртады. Дәрігерлер келіп қарап, Даниярдың 2 аяғының жарамайтынын және миына зақым келгенін айтады. Оны өздерімен бірге алып кетіп, емханада емделуін анасы Райхан апаға түсіндіріп айтып, өздерімен бірге ала кетеді. Қолынан еш нәрсе келмей анасы баласының жақсы болып жазылуын көздеп, амал жоқ емханаға жіберіп, артынан жылап қала береді. Сонымен айлар, күндер өте береді. Даниярға еш ем болмайды. Ақыры 3 ай дегенде дәрігерлер бір келісімге келіп, Даниярдың 2 аяғын кесуге мәжбүр болады. Өйткені ол аяғы сынғаннан кейін сол сынған күйі жатқан жерінде 2-3 күн жатып қалып, аяғына, басына көп зақым тигізіп алды. 2-3 күн жатпағанда мұндай болмас па еді, Құдай біледі. Дәрігерлер Райхан апаға жолығып, Даниярдың 2 аяғынан айырылып, миының нашарлап, аз өмір сүретінін айтты. Райхан апаның қолынан не келеді? Ет жүрегі елжіреп, жас баласының осындай халге түскенін, бар қызығы алдында екенін, әлі үйленіп, бала сүймегенін ойлап, басын жерге қайта-қайта ұрып жылай берді. Міне, Даниярдың 2 аяғынан айырылып, төсек тартып жатқанына 2,5 жылдай болып қалды. Райхан апа дәрігерлердің айтқанын ішіне сақтап, осы күнге дейін баласына сездірмей келеді. Әрбір атқан таң мен
батқан күнге сыйынып, баласының жақсы болуын тілейді. Сол Құдайдың құдіреті шығар, бұрынғы күннен әлде қайда жақсарып қалған сияқты. Күнде мазасызданып, басы айналып, тамаққа тәбеті тартпайтын еді. Бірте-бірте жайлап басы қойып, тамаққа тәбеті ашыла бастады. Анасы баласының бұл жайын көріп, күннен күнге қуанып, қуанышынан есігінің алдындағы байлаулы тұрған жалғыз бір малын сойып, ауылға Құдай тамақ беріп, үлкен қариялардың батасын алды. Ендігі Даниярдың, Райхан апаның іні қарындастарының ойлайтындары, уайымдайтындары екі аяғы болды. Данияр жазылған сайын Райхан апаның жүрегіндегі топталып тұратын дәрігерлердің айтқан сөздері ойынан шығып, көңілі көтеріле бастады. Райхан апаның соңғы кезде көп ойлайтыны ұлы Даниярдың аяғына жасанды аяқ салдыртып, бір қызға үйлендіріп қойсам деген ойды көп ойлады. Ойлағаны Даниярдың өмірі болды. Бар ықыласын, көңілін Даниярға бөліп, оған аяқ салдыртатын жерді көрген, кездескен адамдардан жүрген жерінде сұрастырып жүрді. Бір күні бір жерде сондай аяқ салатын адам бар екен деген сөзді естіп, қуанып кетті. Әне Құдай берем десе, бір пәсте екен деп, қайта-қайта Құдайға сыйына берді. Бірақ бұл жерге бару үшін қанша қаражат керек екенін естіп, біраз абыржып уайымдайды. Өйткені бар сенгені есігінің алдындағы сиыры, жалғыз қара мал еді. Оны Құдайға берген болатын. Енді сенетін еш нәрсе жоқ. Бар жарайтын дүниесін Даниярға жаратқан болатын. Райхан апаның осындай халде жүргенін ауылы естіп, бәрі жиналып, келісіп, Даниярдың жол қаражаты мен керек қаражатының бәрін жинап беріп, Даниярдың сол ауылдағы нағашысы Әділге қосып, бәрі бата беріп, ақ жол тілеп, сол емшіге шығарып салады. Күндер өтті, ай өтті. Тек Райхан апа Даниярды күтумен болды. Келген кезде өзі жүріп келуін көп елестетті. Даниярдың барған кезде халық жинап берген қаражаты жетпей қалып, біраз күн сол жақта қиналып жүріп қалды. Ақыры амалдың жоғынан нағашысы Әділ екеуі бір келісімге келіп, қарындасының біреуін сынықшыға келін етіп ұзатуына келіседі. Осы жайды сынықшыға айтып, түсіндіріп, келісіп, аяғын салдыртатын болды. Сынықшының ер жетіп тұрған жақсы балдары көп екен. Данияр бәрін керіп біліп, қарындасын тегін сынықшыға айырбастады. Жаман болса өзі аяқсыз қалып, өліп кетсе де, қарындасын жаман жерге қимайтын еді. Сол балдарының ішіндегі екінші ұлы Бейбітке ұзататын болып шешті. Аман есен аяғын салдырып, Данияр, нағашысы және сынықшының ұлы Бейбіт пен төртеуі ауылға қарай аттанады. Жолда неше күн жүріп, қиналып үйіне зорға дегенде жетеді. Райхан апаның екі көзі күнде жолда болатын. Ойлаған ойы да орындалып, Даниярдың өзі жүріп келе жатқанын көріп, қуаныштан жүрегі қысылып, талып қалады. Сол арада адамдар жиылып, Даниярды қарсы алып, анасына су сеуіп тұрғызып, арты ұшан теңіз тойға айналады. Данияр болған жайдың бәрін анасына айтып түсіндіреді. Даниярдың соңынан жүрген Райхан апа Айман мен Шолпанның бой жетіп қалғанын да сезбей қалыпты. Бір жағынан Даниярдың екі аяғы жазылып келгеніне қуанса, бір жағынан қызын ұзатайын деп жатқанына жылайды. Бұны естіген Айман мен Шолпан қорқып, не істерлерін білмей, ес-түстерінен айырылады. Даниярдың келгені де 3 күн болып қалыпты. Халық әлі тарамаған. 4-ші күні ауылдың адамдары мен Райхан апа бәрі бір келісімге келіп, үлкені Айманды ұзататын болды. Сөйтіп, той-тойға ұласып, Айманды да ұзатты. Осы жылы Райхан апаның үйіне үлкен бақ кірді. Бір айдан кейін Шолпанды да ауылдың бір атақты Кәрім деген байдың ұлына ұзатады. Міне, Даниярдың аяғы жазылғанына, Айман мен Шолпанды ұзатқанына да 4 жылдың көлемі болып қалыпты. Ендігі Райхан апаның аңсаған арманы Даниярды үйлендіру еді. Ол күнде жетті. Көрші ауылындағы Даниярдың әкесінің Жақып деген құрдасы болатын.
Екеуі ес білгелі бір дос болып жүріп, екеуміз мәңгі айырылмаймыз, құда боламыз деп көп айтатын. Сол армандары міне қазір жеткен сияқты. Данияр 13 жасында әкесінен айырылған. Әкесі қайтыс болғалы бері бұл құда болу сөздері айтылмайтын болды. Енді міне Данияр 30-ға келіп қалыпты. Жақыппен араласпағанына да аттай 17 жыл болыпты. Райхан апа Данияр екеуі тойдың мәселесін шешіп отырып, сол баяғы Жақыпты анасы есіне ала отырып, әкең баяғыда көп айтатын еді. Бір қызыңды келін қыламын, Даниярыма, немесе одан кейінгі балаларыма деп. Сол әкеңнің әруағы риза болсын, соған барайық. Қызы бойжетіп қалған шығар. Әкең тірі кезде қызы 5-6 жасар еді деп шалын еске алып бір босап алады. Райхан апа ұлымен келісіп, сол Жақып деген кісінің қызының қолын сұрап баратын болды. Ертеңіне көйпек-көншек алып, дастархан жасап, Жақыптың үйіне қарай қызының қолын сұрауға аттанады. Іздестіріп, сұрастырып жүріп, Жақыптың үйін тауып, үйіне кіріп, қадірлі қонақ екендерін айтып, бар жайын түсіндіреді. Райхан апаның көріп тұрғаны баяғы Жақып емес, мүлде өзгеріп, шаштары ағарып, жасы 55-тер шамасында болғанмен қатты қартайып кетіпті. Екеуі де бастарынан өткен көп қиыншылықтарын айтып, Райхан апаның шалын еске түсіріп, біраз босап жеңілденіп алды. Бірақ Райхан апаның сұрап барған қыздарын осыдан 4-5 жыл бұрын ұзатып қойыпты. Одан кейінгі ең кішкентай 18 жасар Айдана деген кенже қызын алуға рұқсат береді. Мұны естіген Айдана әкесіне қатты қапа болып, «Әке, немене мені жалғыз қалады деп ойладыңыз ба? Қалай ғана көндіңіз мүгедекке?» деп айта берген кезде, әкесі қызына көзін бақырайта қарап, «Өшір үніңді, сөйлей берме» деген адамға ұқсап, үнсіз тесіле қарағанда, Айдана амалсыз әкесінің айдауымен келісімін береді. Сол кезде тойдың күнін келісіп, белгілеп кетеді. Ұзататын күн де келіп, Айдананы ұзатып, Данияр екеуінің некесін қиып, үйлендіреді. Осы күні Райхан апаның ең үлкен арманы орындалып, той қызықты өтеді. Енді ең кішкентай өзінің кенже ұлы 17 жасар Айдос қалды. Бұл Айдар әкесі қайтыс болған кезде анасының ішінде болатын. Әкесі марқұм дүниеге келмеген баласының түрін көрмей, ажалы жетіп, өмірден мәңгілікке кетеді. Құдай қаласа, ол да уақыт күні жетіп, әлі-ақ бақытты болып кетеді. Жалғасы бар.